депутаттың айтқаны құқықтық таным тұрғысынан дұрыс, ол былай дейді. Қазіргі сәләфилер деп жүргеніміз, олардың сақалы бар, балағы қысқа, сөйтіп сыртқы келбетіне қарап, оларға тыйым сала алмаймыз дейді. Дұрыс. Себебі сыртқы келбетіне, формасына қарап, оның ішінде қандай әлем бар, оны Алладан басқа ешкім білмейді. Бірақ бұл жерде құқықтық танымның қасында мына діни таным деген бар. Діни таным табиғатын білу керек. Діни танымның 4 қабаты бар. Діни сенім, діни таным, діни тәжірибе және діни сана болып табылады. Сонда біз бағанағы сыртқы келбетіне қарап, сақалына, балағына, басқасына қарап, оның сенімін, иманын өлшей алмаймыз. Ол біздің исламның ғұламаларында Мутазилада болсын, Матуридиде болсын, Ашариде болсын, барлығы айтылған. Сыртқы амалына қарап, иманын өлшей алмаймыз. Ал бірақ бұл діни сенім қабатында. Ал діни сенім бағана біздің құқықтық қабатпенен тең, параллель нәтижелерге барады. Екінші қабат бар, діни сана. Бұл діни сана деген сөз жаңағы вахабизмнің немесе сәләфизмнің идеологиялық қырын көрсетеді. Идеологиялық қыры деген сөз бүгінгі біздің қазақтың анау Алла туралы түсінігіне, рух туралы түсінігіне, тағдыр туралы түсінігіне, әлем туралы түсінігіне, адам, әйел туралы түсінігінің барлығына қарсы, қайшы бұның барлығы. Себебі сіздің мысалға әйел туралы, әйелдің жынысы туралы көзқарасыңыз, әйелдің жаратылысы, антологиясы туралы көзқарасыңыздың барлығы бүгінге дейін қалыптасып қойған Матуриди ақидасымен, Имам Азам фикхімен, соның бәрін жоққа шығарып жатыр. Қазір сәләфилік тенденция әйелді кәдімгі еркектің қабырғасынан немесе еркектің етінен жаралған деп көрсетеді. Демек ол әйел екінші сорттағы жаратылысының өзінде Алла тағала кем жаратқан деген сияқты еркекке кәдімгі құлдық үшін, жыныстық ләззат үшін жаралған сияқты көрсетіледі. Екінші, әйел сорлы отырса опақ, тұрса сопақ, дауыс шығып кетсе ойбай үнін өшіру керек. Себебі еркектер есік қойса қозып кетуі мүмкін. Бір жер ашылып кетсе ойбай оны жабу керек. Себебі оны еркектер қорқып қойса тағы қозып кетуі мүмкін. Бұл жерде адамға адам сияқты емес, адамға бір хайуандық бір жыныс ретінде ғана қарайды. Түсіндіңіз бе? Ал біздің қазақтың бұрынғы мұсылмандығында әйелге жыныс деп қарамайды. Ол әйелдің өзінің статустары бар. Қыз кішкентай туғаннан бастап оны көрсететін қанша киім үлгілері бар, қанша шаш үлгілері бар. Мысалы, кішкентай қыз бала қандай болған, одан жаңа келін немесе келіншек болып қыз айттыру мәселесі, немесе ана келін болып бару, о жердегі функциялары, одан кейін абысын бол, бәрі статус. Бір қыз туа сал біреуге жаңағы келін болады, біреуге абысын болады, біреуге жеңге болады. Бұның бәрі статустар. Ал енді бізде қазір сол жыныстыққа деген көзқарастың өзін өзгеріп жатыр бұл мына сәләфилік тенденцияда. Бір үйде жеңгесіменен туған қайнысы екеуі қаламау керек. Немесе қайнағасы екеуі бір жерде қаламау керек. Неге? Шариғат бойынша дұрыс емес. Қазақ бүгінге дейін бәрі бір шаңырақ астына келді. Әрқайсысының өзінің орындары бар. Себебі ол жерде үлкен мораль бар. Ақылақ, ар әлемінің негізгі ерекшелігі әрбір адамның өз орны бар. Мақамдарға бөлініп тастаған ғой бізде әлемнің барлығы. Керек десең үйдің төрі, кіреберісі, бұның бәрі мақамдар. Әр әлемде өзі отыратын адамдар бар. Оны аттамайды ол жер. Ол кеңістіктік тұрғыдан да аттамайды. Мынау қайнатасының көрпесі оған аяқ баспайды деген сияқты төр ондай. Бұның барлығы не үшін? Бұның барлығы біздің анау қазақ түркі ислам моралінің берген құндылықтары. Қазір осылар жойылып бара жатыр. Осыған үлкен ревизия жүріп жатыр қазір. Бір үйде керек десең бір дастарханда әйел бөлек, еркектер бөлек тамақ ішіп жатыр қазір. Ол шешең ғой сен. Ол сенің әпкең ғой. Ол сенің жеңшең ғой. Деп түсіндіре алмайтын жағдай кетіп барады. Сонда мына исламның, қазақтың мұсылмандығының негізінде ол ас деген қасиетті ол. Қадірлі, қасиетті, ең киелі нәрсе. Бір асты, бір табақтас болу, немесе дастархандас болу дегенде уже кетіп бара жатыр.
көрдіңіз бе? Бұл үлкен трагедия, қауіпті нәрсе. Әшейін бұл құндылықтардың қайшылықтары ғана емес, бұл санаға жасалып жатқан әсер үлкен. Көрдіңіз бе? Бұны тоқтату керек. Бұның барлығын біз қалай тоқтатамыз? Егер саяси тұрғыдан вахабистік тенденция бұл мода сияқты келіп жатыр. Үйіңе мода сияқты болып жатыр. Әйелің де тұмшаланған, бәрі тұмшаланған. Қонақ шақыру үрдісінде трансформацияға ұшырап бара жатыр. Барлығы бір танымның арқасында, көрдің бе? Әшейін сәләфилік танымның арқасында отбасының өзінде жаңағыдай дилеммаларға апарып жатыр. Осыдан бір 2 ай бұрын бір вахабистпенен арнайы барып жолығып сөйлесіп жатырмын. Қорғалжының арғындар екен. Ақидасын жақсы біледі, меңгерген, өзінің сәләфилік ақидасын меңгерген. Енді жүрегінде сенім бар екендігін көріп тұрмыз. Алла дегенше қорқып үрейді. Енді жарайды, енді сен конституцияны мойындамайды қазақтан. Мемлекет заңын мойындамайды, дәстүрін де мойындамайды. Жарайды, сен дәстүрді мойындамай қой, онда конституцияны мойындамай қой. Сен енді Құранменен жүреді екенсің, иә, Құранмен ғана жүреді. Оны ғана мойындайды, басқа ешкім мойындамайды. Бір Алла бар, Құран хақ болды. Онда дедім, Құранның аяты бойынша сен немере қарындасыңды тоқалып ал, ағаның қызын. Ол мен қарындасым ғой. Мен Құранда айтып тұр ғой солай дейді. Сен ал деп тұр ғой. Я оны астағфиралла дейді. Яғни бізді ұстап тұрған сол бұрынғы анау исламна қазақтың мұсылмандық түсінігіндегі жаңағы айтып отқан жаңағы орын, мақам, сол фальсафа бізде сақтап тұр қазір. Бірақ бұл көп шыдай алмайды. Тағы да бір 50 жыл осылай жалғасатын болса, ол өзгеріске ұшырайды. Ол өзгеріске ұшырағаннан кейін ол сіздің жаңағы ұлттық бұрынғы құндылықтарыңыз бәрі қирай бастайды. Себебі отбасы қирады ғой. Қирады деген сөз қайтадан трансформацияға ұшырайды. Яғни біздің қазақ болмыстан емес, бүкіл араб, басқа болмыстарға ауысып кету қаупі бар. Бұның бәрін дер кезінде тоқтатуымыз керек.